Ол кісі жүрек талмасы бар, сол өзі учетта осында. Өздерінің жеке машиналарымен алып келе жатқанын айтты. Әркім бауыры өзіне қымбат қой, қаны бір болғаннан кейін жаны ашып тұрады бір-біріне. Әрі қарай ол кісіге жедел түрде ота жасалған болатын. Ақмола облысы үйінде теледидар көріп отырған ер азаматтың кенеттен жүрек тұсы шаншып қоя береді. Туысқандары дереу дәрігерге көрінбесе жағдайдың ауыр екенін түсінеді. Бұған дейін де жүрегі сыр берген адам Нұр-Сұлтан қаласындағы аурухананың бірінде тіркеуде тұрған. Сол себепті сол ауруханаға жеткізуді ұйғарады. Елордаға дейін жол соншалықты алыс емес. Бірақ елде коронавирус инфекциясының таралуына байланысты Астанаға кіреберіске блок-бекет қойылған болатын. Көктем кезінде, сәуір айында біз Көкшетау, Нұр-Сұлтан Көкшетау бағытында Оқжетпес блок бекетінде қызмет атқардық күндізгі ауысымда. Сол кезде күндізгі ауысымда сол бір сағат 12-лер шамасында күндізгі бір әйел адам келіп, облыстан ағасының ауырып сырқаттанып қалған жүрек талмасы бар екенін өздерінің жеке машиналарымен алып келе жатқанын айтты. Ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап COVID-19 коронавирус инфекциясының таралып кетуіне жол бермеу мақсатында осы өздеріңізге белгілі осы елімізде төтенше жағдай енгізілген болатын. Осы төтенше жағдай енгізілген сәттен бастап Нұр-Сұлтан қаласының аумағында 7 бағытта стационарлық блокпост бекеттері орнатылған болатын. Ол кезде енді жалпы тыйым салып тасталған жоқ. Ол кезде бір мысалы осындай емханаға келетін азаматтар ол кісілерге кіруге рұқсат берілген болатын. Әріптесім Көксеген Берікбол екеуміз Нұр-Сұлтан Көкшетау блокпост бекетіне бірінші ауысымға бірге түсіп жүретінбіз. Енді ол жерде ешкімнің қолы босамайтын. Біз ол әйелдің бірақ қай жақтан келгенін өзіміз түсінбей қалдық. Өзі айғайлап нетіп, андай сасқалақтап, өзі ашушаң болып, не істерін білмей. Соң мән-жай дұрыс түсіндіре алмай бізге сондай жағдай болды. Ол кезде облыста тұратын пропискасы бар адамдарды облысқа шығарып атты, кімде сол облыстың тұрғындарын. Қалада кімде тұрғындайтын несі бар, пропискасы барларды, оларды қалаға кіргізіп атты сол кездерде. Адамдардың әрқайсының құжаттарын тексеріп кіргізіп атқан уақыт еді. Мен ол кезде көлікті сопровождениеде жүрдім. Блок бекеттен келесі блок бекетке шейін қаланы айналып өтетін көліктерді сопровождениемен солай шығарып қалаға кіргізбей, қаланы сыртымен айландырып шығарып жіберетінбіз. Әр көлікті тексеру үшін егер жүргізуші өзі ғана болса көп уақыт кетпейді. Енді ол кезде карантин кезі болғандықтан салонда отырған әр адамның құжаттарын жеке-жеке тексеріп, қалада пропискасы бар ма, соның барлығын тексеруге енді біраз уақыт кетеді. Ал ұзақ күтуге мұрша жоқ. Сырқаты сыр берген азаматтың тағдыры қыл үстінде. Сондықтан мұндайда әрбір минут алтынмен пара-пар. Патрульдік полиция полкының инспекторы Берікбол Көксеген жауапкершілікті өз мойнына алып, көмек көрсетуге кіріседі. Ол кісі учетта тұрады екен. Негізі осында жүрек талмасы бар, сол өзі учетта осында. Бұған дейін 2 рет бұл кісіге операция жасалған екен. Сондай ауыра бастағанда келіп толық тексеруден өтеді екен. Солай түсіндірді. Берікбол өзі барып, нетіп сөйлесіп, мән-жайды біліп, ешқандай уақыт кетірмей, тез арада қол ұшын берді. Жүріңіз деп қол ұшын бере бастаған кезде әйел өзі қуанып, не істерін білмей, Берікболдың артынан еріп, қуанып кетті өзі. Өздерінің келе жатқан көлігін сол жерде қалдырып, өзіміздің қызметтік көлікке отырғызып, сол өзіміздің қызметтік көлікпен алып кеттік больницаға.
Науқас пен оның туысқандары Ақмола облысынан Елорда бағытына жолға шыққанда патрульдік полиция инспекторларының көмегіне жүгінуді жөн санайды. Олардың жедел жәрдем қызметіне хабарламауының себебі де сондықтан. Уақыт тығыз болды, өйткені ол кісілер қаланың облыстан егер 103-ке звондаса, яғни ол облыстық жедел жәрдем қызметіне түседі. Ол кісілер қалаға келіп жедел жәрдем шақырса, ол жедел жәрдем келіп болғанша оның өзінде біраз уақыт алады ғой, пока жетіп болғанша. Қаладан бір 100-120 километр Ақкөлден келе жатты, Ақкөл ауылынан келе жатты ол кісілер. Сол облыстан күтіп алдық. Ол кісінің көрініп тұрды, енді ауырып тұрғаны, қиналып тұрғаны, тезірек жетейікші дегеніне өтінішін орындап, жедел түрде уақыт үнемдеп тезірек жеткізуге тырыстық. Көмек сұрап келген әйел азамат облыс шекарасынан ауруханаға жеткенше бауырының жағдайын үнемі бақылап отырады. Әркімнің бауыры өзіне қымбат қой, қаны бір болғаннан кейін жаны ашып тұрады бір-біріне. Сол әріптесім Берікбол сол арада өз қол ұшын берді. Ауруханаға жеткенше соның қасынан ұшақта отырып, бәрі дұрыс па екенін тексеріп, өз жеткізді. Қолдарын жансызданып, аяқтарын жансызданып, қолдарына массаж жасап, аяқтарына массаж жасап, сөйтіп отырды салонда. Керекті жылдамдықпен уақыт үнемдеп, тез аралықта жетудің жағдайын жасадық. Приемный покойдан дәрігерлер қабылдап алды, ары қарай приемный покойдан алып кетті, ары қарай бізді кіргізіп еді шақырды. Көксеген Берікбол өз тарапынан адамгершілік қасиетін танытып, жалпы азаматтардың алдында жауапкершілігін басшылыққа ала отырып, өзінің патрульдік қызметтік автокөлігіне отырғызып, азаматты жедел түрде емханаға жеткізген болатын. Әрі қарай ол кісіге жедел түрде ота жасалған болатын. Біз сол уақыттарда күніне тәулігіне 12 сағат қызмет атқардық блок бекетте. Көбінде адамдар заңға бағынбай өтіп кеткісі келген уақыттар кездері болды блок бекеттен. Блок бекеттің сыртынан айналып, жаяу шығып кетпекші болған азаматтары болды. Оларды да ұстадық, сонда бір кездері болған. Заңсыз кіріп, заңсыз шығып кеткісі келетін кісілер көп болды ол кезде. Жұмыстың көптігін алға тартқан полиция инспекторы мұңын шағып келген Елорда тұрғынына жедел жәрдем шақыртып беріп, күтіп отыра берсе де болатын еді. Бірақ тәртіп сақшысы өзге әріптестеріне мән жайды баяндап, науқасты ауруханаға өз алып барады. Берікбол әріптесім 2 жыл мені ерте кірген. Мен өзім 2015 жылы жұмысқа кірдім. Берікбол содан бері танимын. Екеуміздің әріптес болып түсіп жүргенімізге осы 1 жылдай көлемде уақыт болып болды. Әрі доспыз екеуміз өмірде де. Қамқоршы, ақ көңіл, әрдайым кім көмек сұраса да қол ұшын беруге дайын тұрады, жүгіріп тұрады. Мен осы Нұр-Сұлтан қаласында 2013 жылдан бастап қызмет едем. Сержанттан бастағам. Қазір аға лейтенантпын. 8 жылдай болып қалды қызмет атқарып жүргеніме. Осы Нұр-Сұлтан қаласында қалай бастадым, патрульдік полиция полкінде әлі күнге шейін сол жердемін, ешқайда ауысқан жоқпын. Қызметім өзіме ұнайды. Сол блок бекеттегі жүргенде қызметімізді, еңбегімізді бағалап, президенттен халық алғыс медалімен марапатталдым. Негізімен блок бекетте сол қойылғаннан, сол алынып тасталғанға шейін сол блок бекетте қызмет атқардым толығымен. Әр азаматқа көмектесу біздің міндетіміз деп санаймын. Қандай жағдай болмасын, халыққа қол ұшын беруге әрдайым дайынбыз. Оны мақтан етпеймін, бірақ қызметім деп білем, көмектесу. Кейін звондап бауырының қал жағдайын сұрадық, алғысын айтты, ауруханада қазір емделіп жатқанын айтты. Одан кейін рахметін, алғысын әлеуметтік желілер арқылы жазып кетті. Сырқат адамды шұғыл түрде ауруханаға жеткізген соң, патрульдік полиция полкының инспекторы Берікбол Көксеген қызметіне қайта кіріседі. Науқасқа кәсіби медициналық көмек көрсетіліп, жағдайы жақсарғаннан кейін туған туыстарының ортасына қайта оралады.